Бұқаралық ақпарат қызметкерлері мен пошта мамандары уақытпен санаспайды. Осыдан-ақ аталмыш мамандардың еңбегі өлшеусіз екенін аңғаруға болады. Әріптесім 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары күніне орай еңбегіне адал, қызметіне берік пошташылармен тілдесіп қайтқан еді. Дәстүрлі медианың таралуына септігін тигізіп, құпия хаттардың жедел жетуіне үлес қосып жүргендердің бірі Қарлығаш Смадинқызы. Ол 2002 жылдан бері Шұғыла шағын ауданындағы Қазпошта бөлімшесінде қызмет етіп келе жатыр. Баспасөздің қоғамға берер пайдасының зорын ескерген ол өз қызметін ерекше құлшыныспен атқаратынын айтады. Біз жолдасымыз екеуміз осы салада қызмет етіп, нанын жеп жүрміз. Қазіргі таңда жолдасым пенсияда, өзім қазір жұмыстамын. Осы келе жатқан журналистер күні құтты болсын, жанұяларына бақыт, жұмыстарына творческий табыстар тілеймін. Тек бақытты болсын. Отбасылық өмір мен қызметтік кезеңде Қарлығаш Смадинқызымен Түгелбай Меңдібайұлы 20 жылдан бері бірге атқарып келген. Газет журналдарды сұрыптау бөлімінде баспа өнімдерін тіркеуде және оларды таратып та жүрген. Бүгінде жолдасы зейнеткерлікке шықса да қызметтегі жарына қолдау білдіретінін айтады. Мен осы салаға 2007 жылы кірдім, поштаның спецсвязь бөліміне. Соны жолдасымыз екеуміз істеп жатырмыз. Талай қатты да тасыдық, газеттерді де тасыдық, мекемелерге. Посылкада апардық. Журналистер күнімен бәрі журналистерді, газет бөлім, пошта бөлімдерін бәрін құттықтаймын. Жұмыстарда табыстар бола берсін. Барлығының сол қызметтері халыққа ақпарат жеткеру уақытында. Бәрі де құтты болсын. Жауаптылығы мен жұмысына деген адалдығының арқасында қос маман бірнеше жылдар бойы бір салада еңбек еткен. Бүгінде олар 4 баланың ата-анасы атанып қана қоймай, 15 немереге сүйікті ата әже. Меруерт Мұхитқызы, Батыр Ахмолдаев, Ақтау Ньюс.